Сәлематсыңдар ма оқушылар? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз 17-ші тақырып химиялық формулалар, валенттілік, салыстырмалы молекулалық масса. Бұл жерде балдар сендерге кесте құрастырдым. Сол кестеге көңіл аударайық. Химиялық формула заттың құрамын химиялық элемент таңбалары арқылы және индекстер арқылы шартты түрде жазу. Заттың сапалық және сандық құрамын көрсетеді. Химиялық элемент таңбалары оның бір атомынан көрсетеді. Индекс дегеніміз молекуладағы элемент атомының санын көрсетеді. Молекула аралық екі атомнан тұратын заттар. N2, H2, O2, F2, хлор 2, бром 2, иод 2. Осы элементтерді біз айта аламыз. Және бұл топтағы элементтерді біз галоген, сутек, галоген топтар деп айта аламыз. Келесі коэффициент. Коэффициент атомдардың немесе молекулалардың санын көрсетеді. Валенттілік химиялық элемент атомының басқа химиялық элемент атомының белгілі санын қосып алу қабілетін айтамыз. Бұл жерде балдар енді кестеде химиялық формулалар көрсетілген. Химиялық формулалардың молекула құрамы, химиялық формуласы, молекула сутегі формулалардың оқылуы көрсетіліп тұр. Мысалға, H2, екі атом сутек немесе бір молекула сутек деп атайды екенбіз. Оқылуы H2 деп оқиды. Сутектің бір атомы, оттектің 3 атомы деп айтамыз. Бұл жерде екіншіде бізде күкірт берілген. SO3 дейміз, немесе SO2 дейміз. Мәні осындай барлық элементтерді оқылу түрін берген. Енді бұл жерде балдар келесі тапсырмамызда бізде кестеде кейбір химиялық элементтердің валенттілігі берілген. Валенттілік балдар бұл жерде екіге бөлінеді. Тұрақты және айнымалы деп екіге бөлеміз. Бұл тұрақты валенттіліктерді және ауыспалы валенттіліктерді біз жаттап алу керекпіз. Міндетті түрде, өйткені біз формула құрастырған кезде керек болады. Бинарлы қосылыстар. Бинарлы қосылыстар салыстырмалы молекулалық массалары. Оларды біз MR деген таңбамен белгілейміз. Екі элементтен тұратын қосылыстар, бұл жерде көміртек атомының массасы 12-ден 1 бөлігінен берілген молекула массасы неше есе ауыр екендігін көрсететін шама. Молекулалық масса өлшеусіз шама деп атайды. Мінекей бұл жерде кестеде салыстырмалы молекулалық массалар берілген. N2, бұл жерде N2 дегеніміз, демек азоттың өзінің атомдық массасы бізде 14. 14-тен 2-ге көбейтіледі деген сөз. 2, 14. SO2, мысалға, оттектің өзінің атомдық массасы 32. Бұл жерде SO3 деп тұр екен балдар. Демек 16-дан оттектіңкі 16, 16-ны 3-ге көбейтеміз. Оған сөйтіп 32-ні қосамыз. Бұл молекулалық массаларын MR-ді табу. H2, SO4. Демек бізде H-тың атомдық массасы 1, оны 2-ге көбейтеміз. Оттектіңкі 16, оны 4-ге көбейтеміз. Күкірттіңкі 32, сөйтіп бәрін қосамыз, сонда 98 грамм моль шығады. Феррум NO3, темір нитраты. Бұл жерде темір нитратының атомдық массасын тапқан кезде де балдар мінекей кестеден көріп тұрсыңдар. Мәні 180-ге тең болып тұр. Келесі біліміңді тексер тапсырмаларын бірге орындайық балдар. Бірінші тапсырма. Заттың химиялық формуласы нені көрсетеді? Химиялық формула заттың сапалық және сандық құрамын көрсетеді. Екінші тапсырма. Химиялық формуладағы коэффициент пен индекс нені көрсетеді? Индекс молекуладағы химиялық элемент атомының атомдық немесе молекулалық санын көрсету үшін коэффициент пайдаланады. Келесі тапсырмада балдар бізде үшінші тапсырмамыз
химиялық таңбалар, индекстер, коэффициенттерді пайдаланып, заттардың формулаларын жаз және салыстырмалы молекулалық массаларын есептеңдер дейді. Бұл жерде судың формуласы жазылған H2O және оның молекулалық массасы берілген. Молекулалық емері бұл жерде 18. Ә нұсқасы. Азот оксидінің молекуласында бір атом азотқа 2 атом оттек сәйкес келеді. Молекулалық массасы емері NO2-ніңкі азот эквиваленті оксиді бұл жерде 2-ні 16-ға көбейтеміз, оған 14-ті қосамыз, сонда 46 шығады екен балдар. Б нұсқасы. Күкірт сутектің молекула құрамындағы 2 атом сутек 1 атом күкірт сәйкес келеді. Демек H2S күкірт сутек деп атаймыз. Оның атомдық массасы бұл жерде 34 екен. Келесі тапсырма балдар бізде В нұсқасы. Фосфор оксидінің әр молекула құрамында 2 атом фосфорға 5 атом оттек сәйкес келеді дейді. Демек, формуласы емерін табамыз. P2O5 деген фосфор 5 валентті оксидінің формуласы берілген. Атомдық массасы бізде 142-ге тең екен. Келесі 4-ші тапсырмамыз балдар біздің. Химиялық элементтердің валенттілігі неге тең? Валенттілік бұл химиялық элемент атомына басқа элемент атомының белгілі санын қосып алу қабілетін айтамыз. 5-ші тапсырманың сұрағы. Бинарлы қосылыстар деген не? Мысал келтір. 2 элементтен тұратын қосылыстар бинарлы қосылыстар деп аталады. 6-ші тапсырма. Формулалар берілген қосылыстағы элементтердің валенттілігін анықта дейді. Мінекей балдар, сендерге сол әр формуланың төбесіне мен валенттіліктерін жазып, көрсетіп қойдым. Мұқият қарап шығыңдар. 7-ші тапсырма. Химиялық элемент таңбаларының үстіне жазылған валенттілігіне сәйкес заттың формулаларын құрастыр дейді. Сол валенттіліктері көрсетілген валенттіліктеріне қарап балдар формула құрастырамыз. Астына сендерге көкпен индекстерін жазып формула құрастырып қойылған. Аргентум оксиді, кальций оксиді, фосфор оксиді, кремний оксиді деген сияқты. Міне осы формулалардың бәріне қарай қойыңдар, назар аударыңдар. Мінекей балдар, бүгінгі тапсырманы барлығымыз бірге орындадық. Валенттіліктерді міндетті түрде жаттап алыңдар.